Ассаламу алейкум. Исламда манифестация деген бар ма? Қалаған келешегіңді өміріне тартуға болады ма? Ол мұсылмандарға істеуге болады ма ол нәрсені? Жауабы иә. Иә. Исламда чудо деген нәрсе орындалады және келешегімізге әсер етуге болатындай сіздің жағыңыздан жасай алатын амалдар бар. Ал кет. Исламда чудо деген нәрселер бар. Иә. Егер сіздер баяғыдағы пайғамбарларымыздың алейхиссаламдарды алатын болсаңыз, олардың көбісінде Аллах тағаланың қалауымен берілген белгілі бір сондай miracles'тар болды. Иә, мысалы Мұса алейхиссаламды алатын болсаңыз, ол таяғымен теңізді екіге бөлді дегендей, Аллахтың күш құдіретімен. Немесе Иса алейхиссаламды алатын болсаңыз, ол адамдарды емдеген, өліден тірі нәрсе шығарған, иә, оның барлығы Аллах тағаланың берген сол күш құдіреті. Және соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, оның сиқыры ол Аллах тағаланың қасиетті Құран кітабының сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның аузына түсуі, иә. Бұның барлығы сиқыр, бұның барлығы басқа сыйымсыз нәрсе. Бірақ Аллах тағала үшін мүмкін емес нәрсе жоқ. Чудо деген нәрселер болады, және Аллах тағала бол десе, жоқ нәрсе бола салады. Иә, сонда сіз дұға тілеген кезде, бір нәрсені қалаған кезде, Аллахтан сұраған кезде, сіздің еш күмәніңіз болмау керек, иә. Себебі Аллах тағаланың құдіреті шексіз. Ол кез келген нәрсені істей алады. Аллах тағалаға шынымен сенген адам ғажайыптарға куә болады деген сөз бар. Иә, miracles happen when you trust Allah. Осы девиз қылып алыңыз, осыны әрдайым ойлап жүріңіз. Ішіңізде бір күмән болып қалса, немесе дұға тілеп жатқан кезде, ой, мынау ешкім сияқты деп өз-өзіңізді кішірейтпеңіз. Жоқ. Тілейсіз ба, армандайсыз ба, үлкен қылып тілеңіз. Қорықпаңыз, шектемеңіз өзіңізді. Себебі Аллах тағала шексіз. Ол исламда мынадай комбинация бар. Сенім, ниет және әрекет. Сенім, неге сенімнен басталады барлығы? Себебі исламды алатын болсаңыз, сіз исламға енген кезде, кірген кезде шахада жасайды адамдар. Яғни ла илаха иллаллах деп айтады. Сенім ол исламдағы сол басты алып тұрған фундамент. Біз мұсылмандар көзбен көрмеген нәрсеге сенеміз. Аллах тағаланы біз көрген жоқпыз, бірақ сенеміз. Бұрындағы болып кеткен тарихтағы нәрселерді біз көрген жоқпыз, бірақ сенеміз. Иә, сонда сіз көрмеген нәрсеге сенесіз. Тозақ бар екеніне сенесіз, жаннат бар екеніне сенесіз. Сізге яғни дәлелдер керек емес. Иә, и сол сіз білмейтін нәрсеге, көрмеген нәрсеге сену, ол нағыз сенім. Оны араб тілінде яқин деп айтады. Иә, яғни сол шынымен, тұла бойымен көрмеген нәрсене сену. Сонымен ниет деген ол үлкен рөлді ойнайды. Мысалы, мынадай бір әдемі бір оқиға бар, соны айтып кетсем сіздерге. Бір егінші, үлкен қарт егінші кешке қарай жұмысын бітіріп үйіне қарай бара жатады. Сол кезде арбасының дөңгелегі сынып қалады. Ол жүгіріп барып, қап, мен қазір мағрибқа намазыма үлгермей қалатын болдым ғой деп қайғырады. Себебі ол уже қарт кісі және ұмытшақ кісі екен, иә. Және барып арбасына жүгіріп барса, мен намаздың уақыты, намаз оқуым керек десе, жай намазын ұмытып кеткен, Құран кітабын ұмытып кеткен. Содан басын ұстап, мен ұмытшақтығым-ай, мен қартайдым, мен жай намазымды ұмытып кеттім, Құран кітабымды ұмытып кеттім дейді. Енді намаз оқиын деп жатса, басы, миы бос болып тұрады. Еш сүре, еш нәрсе есінде қалмаған екен, есінен шығып кеткен барлығы. Сол кезде ол шын ниетпен қатты қынсылады да, және Аллах тағалаға ниет етеді. Раббым, мен қасиетті дұғалардың сөздерін ұмыттым, жадым әлсіреді. Бірақ жүректердің бәрін білетін өзіңсің. Ең терең ниетімді сен жақсы білесің. Сол себепті мен тек әліпбидің әріптерін ғана оқимын. Барлық қасиетті есімдер осы қарапайым әріптерден құралады. Осы әріптерді өзіңе ұнамды дұғаға айналдыруыңды сенен сұраймын дейді да, дұға тілейді, яғни намаз оқиды. Тек әліпбидегі әріптерді айту арқылы. Сонда Аллах тағала періштерге қарайды да былай айтады: құлымның үнсіздігі арқылы сезілетін шынайылығына құлақ салыңдар. Өйткені маған жететіні сөздің көркемдігі емес, ұмытса да мені еске алатын жүректің тазалығы дейді. Яғни сіз кез келген нәрседе Аллах тағаланың
сізге деген жасап тұрған рақымын көріп тұрсаңыз, кез келген нәрседен ой мен өзім еңбегіммен қол жеткіздім демейсіз. Жоқ, Аллах тағаланың қалауымен, Аллах тағаланың сол маған деген мейірімділігінің арқасында мен осы нәрселер қазір менде бар деген сияқты, осы нәрселерге жеттім дегендей. Яғни кез келген нәрседе Аллах тағаланы көріп тұрасыз. Аллах тағаланы әрдайым есіңізде алып жүру. Бұл сонда Аллах тағала үшін бұл үлкен нәрсе. Ол біздің мінсіз кіршіксіз болғанымызды талап етпейді. Ол біздің оны еске алып жүретін жүрегіміздің тазалығына, ниетімізге қарайды. Құранда Бақара сүресінің 186 аятында былай айтып кеткен: егер құлдарым мен туралы сенен сұраса, өте жақынмын. Қашан менен тілесе, тілеушінің тілегін қабыл етемін дейді. Құранның өзінде Аллах тағала осылай айтып кеткен өзі жайлы. Сонда біз осы нәрсені біле тұра, қалай біз күмәнданамыз? Осы ниет деген қадамда тәуәккүл деген сөз бар, арабша. Тәуәккүл дегеніміз ол Аллах тағалаға толығымен кәдімгідей сенім артасың. Вообще ешқандай күмәнім болмайды. Яғни Аллах тағалаға тапсырдым, Аллах тағала сенің құдіретің шексіз дейсің да, дым уайымдамай жүре бересің. Бұны тәуәккүл деп айтады. Тәуәккүл ол мынадай цикл сияқты. Ол ең бірінші Аллахтың кім екенін түсіну керексіз. Яғни сіз іздену керексіз. Аллахтың 99 көркем есімдерін зерттеңіз. Әр есімге мән беріп, әр есімнің мағынасын түсініп, соған мысалдарды өмірден көріп, және соны өзіңіздің өміріңізге практикаға енгізіп, сол есімдердің қасиеттерін көрсететіндей адам болсаңыз, сіз Аллах тағаланың кім екенін түсініп бастайсыз. Және де өз қолынан келгенін істеп, қалғанын Аллахқа тапсыру. Бұл дегеніміз келесі қадам болады, әрекет деген. Ол әрекет деген сен андай сеніп, ниет етіп қойып, болды деп отырмайсың. Жоқ, әрекет ету керек. Аллах тағаланың өзі айтып кеткен, егер адам өзі өзгермейінше, мен оны өзгертпеймін, мен оның жағдайын өзгертпеймін деп айтып кеткен. Яғни сонда біз просто отыра алмаймыз, аспаннан тілеп, Аллах тағаладан тілеп, сосын результат қайда, нәтиже қайда деп. Жоқ, әрекет ету керек. Мынаны түсінетін адамдар: жағдайыңыздың толық бейнесін тек Аллах қана көреді. Сіз тек кішкене пиксельді ғана көресіз. Телевизорды алсаңыз, мындай пиксельдерден құралған ғой. Біз адамдар, біз сондай кішкентаймыз, біз сондай кішкентай ғана пиксельді көреміз, ал толық бейнені, үлкен бейнені HD форматта тек Аллах тағала ғана көреді. Сонда біз өзіміздің сондай кішкентай бір углдан, бұрыштан қарап тұрған, сенбеу керекпіз сол көріп тұрған нәрсемізге. Яғни біз мойымау керекпіз, себебі Аллах тағала бізге тек жақсылықты ғана қалайды. Оның жоспары ең мінсіз. Аллах тағаланың жоспарына сену тәуәккүл. Және тәуәккүлдің тағы бір ерекшелігі, адамдарда болатын қасиеті, Аллах сізге не қажет екенін және сіздің не қалайтыныңызды білетініне еш күмәнданбау. Кейде өмірімізде бір нәрселер берілмей қалады бізге, ол Аллах тағала бізді бір нәрседен қорғап тұр. Ол Аллах тағаланың жоспары. Сіз контролировать ете алмайсыз. Аллах тағала біледі сізге не қажет екенін, сіздің не қалайтыныңызды, сізге не пайдалы екенін Аллах тағала біледі. Осыны тәуәккүл деп айтады. Исламда сонымен сенім бар, ниет бар және әрекет бар. Ол әрекет, оны біз не нәрселерден көреміз? Біз тек сендім, тек ниет еттім, мен тек жүрегім таза болса болды деп жүрмейміз. Жоқ, біз мұсылмандар әрекет етеміз. Тәртіп керек, бізге дисциплина керек. Біз намаз оқимыз, 5 уақыт намазымыз бар. Біз ораза тұтуымыз керек Рамазан айында. Ол дегеніміз де әрекет. Біз кәдімгідей actual әрекет бар. Ол біз кәдімгідей қажылыққа жол жүріп, қажылыққа Меккеге баруымыз керек. Сонда исламда сенім, ниет және әрекеттен тұрады. Сонда осы үш нәрсені жасап жүретін адам, ол бізде табысты адам деп саналады. Сонда осы сіздің дұғалар тілеуіңіз, манифестация барлығы да осы нәрселерден тұрады. Сенім, ниет және әрекет. Сіз дұғалар тілеген кезде, сіз бір нәрсені Аллахтан сұраған кезде, жаныңызбен қатты сұраған кезде, сіз оны сұрап қана қойып, визуализация жасап қана қойып қоймайсыз, сіз әрекет етесіз. Әрекетті алып тастай алмайсыз, себебі исламда да әрекет жасау керек. Яғни ол реуордстарды, ол сауаптарды, ол сол марапаттарды біз заслуживать ету керекпіз. Яғни біз еңбек етуіміз керек. Бізден де амалдарымыз, әрекеттеріміз болу керек. Оны алып тастай алмайсыз. Енді қарайық, манифестацияны қарайтын болсақ, қазіргі заманауи психологияда қазір бізде манифестация деген нәрсе өте сондай популярный нәрсе, танымал нәрсе. А бізде ислам жағынан қарайтын болсақ, манифестацияны былай айтуға болады. Ол шешім қабылдайсыз сіз,
бір нәрсе жайлы, бір арманыңыз жайлы, және плюс тәртіп. Тәртіп дегеніміз ол әрекет, оны алып тастай алмайсыз. Ол шешімге кіретін нәрсе, ол сіздің сеніміңіз және ниетіңіз. Яғни сіз Аллах тағалаға толықтай сенесіз, иә. Бұл нәрсені, бұл дұғаны тілеген кезде, арманыңызды айтқан кезде, сіз сенесіз, Аллах тағала бұны жасай алады сіз үшін, иә. Бірақ бұнда екінші нәрсе бар, тәртіп. Яғни сіз тәртіп арқылы ғана, бір әдеттеріңізді өзгерту ғана арқылы, әрекеттерді жасау арқылы ғана сол Аллах тағаладан сұраған нәрсеңізді алуыңыз мүмкін. Құранда Аллах тағала айтып кеткен: босамаңдар да қайғырмаңдар, егер мүмін болсаңдар, әлбетте үстем боласыңдар дейді. Сонда біз жүрегімізде ешқандай күмән болмау керек. Яғни тек жаман күндер болмайды сізде. Бұл өмір, бұл жәннат емес, бұл өмірде жақсы күндер де болады, жаман күндер де болады. Мұнда сынақтар болады. Бұл сол үшін өмір деп аталады. Бұл уақытша нәрсе, иә. Сол үшін біз босамау керекпіз, қайырмау керекпіз, және ең бастысы үмітімізді жоғалтып алмау керекпіз. Яғни біз әрдайым Аллах тағалаға үміт артып, және оған сенім артып тұруымыз керек. Және үлкен етіп, қиялдай білетіндей, үлкен етіп, армандай алатындай адам болуыңыз керек. Сіздің ризығыңыз жазылып тұр уже. Сіздің басыңыздағы сол ризықтар, оның барлығы жазылып тұр. Ол барлығы кітапта жазылып тұр, Аллах тағаланың. Адамдардың барлық болашақ, келешек, барлығы сценарий бәрі жазылып тұр. Иә, қашан өледі, барлығы жазылып тұр. И сіздің маңдайыңызға жазып қойған ризықты ешкім алып кете алмайды, оны ешкім тартып ала алмайды. Ол сіз өкінгеніңізден еш пайда жоқ. Сіз айтасыз ғой кейде, мысалы, ой, осы 5 жыл бұрын былай істеуім керек еді, мына нәрсені болар еді менде деген сияқты. Жоқ, олай емес. Бұл сізде қалай қолдансаңыз да, қалай жүрсеңіз де, бұл нәрсе сізде ешқашан болмас еді. Егер сіздің маңдайыңызға жазылмаған болса, ол берілмейді сізге. Бірақ сіздің әр адамның маңдайына ризықтар беріледі. Әр адамның маңдайына ризықтар жазылып қойған. И сіздің жүрегіңіздегі бір армандар, ол дұғалар, олар бостан босқа тұрған жоқ сіздің басыңызға, жүрегіңізге бостан босқа келген жоқ. Оның барлығын Аллах тағала салып тұр жүрегіңізге, басыңызға салып тұр, себебі ол сізге жазылып қойған. Вот соны сіз когда түсінесіз, осыны түсініп тұрып дұға тілеген кезде, осыны түсініп тұрып сіз Аллахтан сұраған кезде, сіз вот реально 100% сенетін боласыз. Тәуәккүл осы жерде болады. Я бұл өте маңызды нәрсе. Сіздермен бұл исламда бар деген видеомды қараған болсаңыз, сонда мен бұл вибрациялар, жиіліктер жайында және кванттық өріс жайлы солай ғылыми жағынан да түсіндіремін. Бұл өте маңызды нәрсе. Сізде күмән болмау керек. Яғни егер сіз бір нәрсе тілеп тұрып, манифестация жасайсыз, карта желания жасайсыз, дұға тілейсіз, бірақ орындалмайды. Почему-то неге? Себебі сізде күмән болуы мүмкін. 1% күмән болуы мүмкін. 0,9% күмән болуы мүмкін. No, 100% сіз сену керексіз. Айттық қой, Аллах тағала үшін невозможный нәрсе жоқ. Сонда осы нәрсені түсініп алыңыз. Сіздің ризығыңыз уже жазылып тұр. Окей? Бірде-бір ризық, бірде-бір сіздің басыңызға жіберілген береке нәрсе, ол сізден өтіп кетпейді, ол сізге беріледі. Сіздің мүмкіндіктеріңіз, сіздің ризығыңыз барлығы баяғыда жазылып қойған. Иә, сіз қалай күмәнданасыз? Уайымдамаңыз, бұның барлығы жазылып тұр. Аллах тағала уже taking care of. Яғни бұның барлығын Аллах тағала уже контролирует. И сіз не істесеңіз де оны өзгерте алмайсыз, себебі бұл сіздің маңдайыңызға жазылып қойған. Иә, сізге тиесілі нәрсе, ол бір қолайлы уақытта, сізге пайдалы уақытта келетін болады. Сабырлы болыңыз және тек Аллах тағалаға сеніңіз. Болды. Осыған еш нәрсе күмәніңіз болмасын. Осыны миыңызға кіргізіңіз, басыңызға. Сіздің ризығыңыз баяғыда жазылып қойған. Өзгермейді ол. Сізге тиесілі нәрсе, оны ешкім алып кете алмайды. Тіпті сіздің үндемеген, тіпті кейде болады ғой, дұға тілегенде, намаз оқығанда ешқандай сөзде айта алмайсыз, ешқандай сөзде жеткізе алмайсыз сіздің состояниеңізді, жағдайыңызды. Оның барлығын үндемеген, просто үндемеуіңізді Аллах тағала естиді. Ол бізді кәдімгідей біледі, ол бізді 100% біледі. И біздің жүрегімізде не екенін, ниетіміз не екенін, біз не қалайтынымызды, бізге не пайдалы екенін тек Аллах тағала ғана біледі. Вообще күмәніңіз болмау керек қой сіздің. Менен сұра, мен саған жауап беремін деген. Яғни біз Аллах тағаладан тілейміз, ол біздің жанымызда. Ол жауап беремін деп өзі уәде етіп Құранда айтып кеткен.
Аллах тағала бізге осындай нәрсені уәде етіп тұр. Біз қалай өз-өзімізді шектейміз, қалай біз сондай кішкентай адам болып жүреміз, қалай біз сондай дұға тілемейміз, бізге осындай дұға тілеуге осындай нәрсе беріп қойған бізге. Ешқандай андай қиын нәрсе жасамауымыз керек. Просто сенім сұрап тұр бізден, сенімді сұрап тұр, ниетті сұрап тұр, және өзімізден әрекет жасауымызды. Өзіміздің тырысуымыз, соны ғана сұрап тұр Аллах тағала. Бізде невозможно ешнәрсе сұрап тұрған жоқ. Сальто жаса, 2 рет сальто жаса деген, 5 рет флип жаса деген сияқты. Сосын серфинг жаса. Жоқ, олай емес. Аллах тағала оңай нәрсе сұрап тұр бізден. И біз қалай сол нәрсені қолданбаймыз? Қалай біз сол нәрсені пайдаланбаймыз, Мынадай бір хадис бар. Дұға ету мен жақсы амалдар сияқты қадірді еш нәрсе өзгерте алмайды деген. Яғни сіздің маңдайыңызға жазылған ризықтарды, сіз ол қадірді сіз дұға ету арқылы және жақсы амалдар істеу арқылы сіз оған әсер ете аласыз, яғни өзгерте аласыз. Біздің келешегіміздің барлығы, біздің өміріміздің барлығы жазылып қойған уже. Бірақ Аллах тағала егер қаласа, ол кез келген нәрсені өшіріп, кез келген нәрсені қайта жаза алады. Сонда біздің какой-то бір әсеріміз бар, біз импакт жасай аламыз өзіміздің келешегімізге, өзіміздің тағдырымызға. Ол дұға етумен жақсы амалдар. Субханаллах. Енді қандай амалдар жасай аламыз? Мынадай сөзді білесіз бе? The distance between dreams and reality is called tahajjud. Армандарыңыз бен реальностің арасындағы арақашықтық тахаджуд деп аталады дейді. Тахаджуд дегеніміз ол түннің 1/3 бөлігінде намазға тұрып, барлығы ұйықтап жатқан кезде сіз намазға тұрып тахаджуд намазын оқисыз. Осыны тахаджуд деп айтады. Бағана айтып кеттім ғой, дұғалар, қабылданбайтын дұғалар жоқ. Аллах тағала барлығын естиді және барлық дұғалар қабылданады. Күмән жоқ. Бірақ егер сіз дұғаңызды приоритетке жібергіңіз келсе, болады ғой, андай бір заказдарге жатады, кейбір заказдар приоритетке жіберіледі, сосын соларды бірінші тапсырыс дайындайды деген сияқты. Сол сияқты дұғаңызды приоритетке жібергіңіз келсе, қосымша амалдар жасаңыз. Тахаджуд дегеніміз ол Аллах тағалаға тікелей байланысқа шығу. И так та біз тікелей байланысқа шығамыз, дұға тілегенде, намаз оқығанда, любой жерде Аллах тағала бізбен. Бірақ тахаджудта мынадай хадис бар, Аллах тағала айтқан: осы түннің 1/3 бөлігінде қай құлым мені қажет етіп тұр, қай құлым менен не нәрсе сұрап тұр, қай құлым менен дұға тілеп жатыр дейді. Мен оны тыңдаймын деп айтады. Яғни Аллах тағала осы тахаджуд кезде түннің 1/3 бөлігінде бізді тыңдайды. Ол қабыл етемін дейді дұғаларын. Сұраңдар менен дейді. И қатты армандап жүрсіз ба, қиялдап жүрсіз ба, дұға тілеп жүрсіз, манифестация жасап жүрсіз. Если вы сильно этого хотите, тахаджудқа тұрыңыз. Тахаджудқа тұрып, намаз оқыңыз. Бір рет емес. Постарайтесь күнделікті. Если сіз тахаджудқа тұрмасаңыз, ондай қатты сильно не хотите, сіз ол арманды өтірік айтпадыңыз. Тұрыңызда қосымша амалыңыз жасаңыз. Жылайсыз ба, жылаңыз. Шын ниетпен тілеңіз сол дұғаны. Әсіресе тахаджуд кезінде, сәждеде болған кезде сіз Аллах тағала сізді кәнби естиді ғой. И сәждеде сіз тілеңіз дұғаларыңызды, армандарыңызды. Тахаджуд деген ол мощный нәрсе. Қаншама оқиғалар бар, қаншама адамдардың историялары бар, армандар, невозможно армандар орындалған. Мен өзімде қаншама мысалдар бар. И мен сенемін ол тахаджуд деген мощный екеніне. Мынадай нәрсе бар да, өкінішке орай, біз жаңа жыл болды ғой жақында, и адамдар осы 31 декабрьді 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға ауысатын түнді андай бір волшебный түн сияқты, бір армандар орындалатын, сондай бір андай чудо сияқты сондай болып сезінеді ғой. Бірақ сол чудо болатын, ол волшебный кез, ол әр түні негізі. Әр түні сондай волшебный бола алады негізі бар ғой, тахаджуд. Және сол чудолар, реально чудолар болатын кез ол Рамазан айындағы Ләйләтул Қадр. Ол туралы қазір айтатын боламын. Келесі амалыңыз, тахаджудқа тұрасыз, келесі амалыңыз ол истихфар. Кейде сіздің дұғаларыңыз орындалмай жүруі мүмкін, себебі сіз харам нәрселер жасауыңыз мүмкін, жасап жүргеніңіз мүмкін, және истихфар етуіңіз керек. Мүмкін сіз Аллах тағаладан кешірім сұрауыңыз керек. Тіпті пайғамбарымыз, ең лучший адам өмірдегі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның өзі күніне қателеспесем 100 рет или 1000 рет истихфар еткен, яғни астағфируллах деп айтқан. Астағфируллах дегеніміз Аллахтан кешірім сұраймын.
астағфируллах ва тубилайх деп айтады. Яғни астағфируллах, астағфируллах, астағфируллах просто сөз емес, жүрекпен айту керекпіз. Реально сіз реально өкініп тұрсыз, реально сіз білесіз не жаман нәрсе жасағаныңызды, и Аллахтан реально кешірші деп сұрайсыз. Ол астағфируллах, яғни истихфар еткен кезде ол сіздің жолыңызды ашады, сіздің жүрегіңізге, жаныңызға тыныштық келеді, жайлыға келеді. Ол реально сіздің кейде айтады, байлықты да тартады өмірге деп. Яғни ол истихфар деген ол реально Аллах тағаладан кешірім сұрау, ол реально сіздің жолыңызды ашатын нәрсе, амал. Мынадай хадис бар Абу Дауудтан. Кім үнемі Аллах тағаладан кешірім сұрап жүрсе, кешірім тілеп жүрсе, астағфируллах деп, онда Аллах тағала ол үшін кез келген қиындық үшін одан шығатын выход тауып береді дейді. Және ол адам үшін күтпеген жерден ол үшін жақсы нәрсені береді дейді. Яғни тосын сыйлар, жақсы тосын сыйлар береді дейді. Былай емес. Сонда бұл мощный нәрсе. Тахаджуд, истихфар. Субханаллах. Аллах тағала бізге қаншама дискаунт, қаншама бонустар, қаншама нәрсе беріп қойған. Біз соны пайдаланбаймыз ғой. Астағфируллах. Келесі нәрсе. Дұға тілеген кезде Аллахтың есімдерімен тілеуге тырысыңыз. Ол үшін сіз Аллахтың 99 көркем есімін оқуыңыз керек, үйренуіңіз керек. Сәжда приложениесі бар, сәжда қосымшасында Аллахтың 99 есімдері деген бар. Онда ойындар да бар, и күнделікті уведомление келіп тұрады сізге. Аллахтың әр есімі күнделікті сізге шығып тұрады сипаттамасымен бірге. Солай да сіз оқи аласыз, И Аллах тағаланың есімдерін қолданып дұға еткен кезде сіздің дұғаңыз андай бір яркость қосылады. Сіздің дұғаңыз более качественный бір андай цвет, краскалар болады сіздің дұғаңыз бар ғой. Реально, ол дегеніміз мысалы сізге ризық беруші деп сұрайсыз, әл-разақ деп сұрайсыз. Менің бастаған ісіме береке бере көрші, береке енгізе көрші, я Раббым менің жолымды аша көрші, әл-фаттах деп тілей аласыз. Яғни сіз егер жаныңыз андай бір депрессия сияқты сондай бір пустой болып жүрген болсаңыз, әл-мұқит деп, яғни Аллах тағаладан сұрайсыз. Ол Аллах тағала nourisher деп айтады, яғни жүректерді құнарландырады. Яғни Аллах тағаланың қаншама есімдері бар, и сол есімдерімен сұрайтын болсаңыз, дұғаларыңыз солай тілейтін болсаңыздар, вообще мощный. Өзіңізде де бір connection болады. Істеп көріңіз. Сіздің дұғаларыңызға кәдімгідей тереңдік беретін болады. И ол реально дұғалар қабыл болу үшін Аллах тағаланың есімдерін қолдансаңыз, және дұғаның басында Аллах тағалаға мадақ етіп, еще пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтып бастап, еще дұғаның соңында қайтадан Аллах тағалаға мадақ етіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтатын болсаңыз, мощный дұға болады ол. Осыны әдетке айналдырыңыз. Сіз білмеген шығарсыз, енді білесіз. Келесі нәрсені түсінуіміз керек. Аллах кез келген нәрсені бір түнде өзгертіп жүру мүмкін. Вообще оған проблема емес. Айтып тұрмын ғой, мен видеоларым бар, мен өмірім 180 градусқа өзгерді деген сияқты. Аллах тағала өзгертіп жүреді. Сіз ол қашан болады, оған жету қайда, ойбай, ол нереальный нәрсе, реалист болу керек. No. Сіз сенесіз, тілейсіз, сенесіз, болды. Потом Аллах тағала ол өзі қарайды, ол қаласа бір түнде бәрін өзгертіп жүру мүмкін. Сіз ешқашан ойламаңыз сіздің ситуацияңыз Аллах тағала үшін слишком үлкен деп. Біз Аллах тағала туралы айтып отырмыз. Бүкіл ғаламды жаратып тастаған, бүкіл нәрсені жаратқан Аллах тағала туралы айтып тұрмыз. Қалай сіз Аллах тағала туралы сондай кішкентай қылып ойлайсыз? Ол сіздің миыңызда шектеу. Ол сізде лимит. Аллах тағалада лимит жоқ ешқандай. Сіздің бір шын ниетпен тілеген дұғаңыз, бір сәждеңіз, бір көзіңізден тамған жасыңыз, сол последний капля болып, дұғаңыз орындалып, бір түнде бәрі өзгеріп кетуі мүмкін. Біз бағана мен видеоның басында айттым, чудалар бар. Исламда чудалар бар. И Аллах тағала шынымен де чудо жасауы мүмкін сіздің өміріңізде. Аллах тағала қалағанын өшіреді де қалдырады. Аллах тағала, мен уже барлығы жазылып қойған ғой, какая разница, мен тілеймін, дұға тілеймін, какая разница, мен жақсылық істеймін, мен жаман адам деп жазып қойған, мен жаман адам болып кетемін деп, какая разница, мен не істеймін, дұға тілеп,
бәрібір маған бермейді деген сияқты, тағдыр деп. Сіз көбірек тілеңіз, қаттырақ тілеңіз, көрсетіңіз, что вы сильно этого хотите. Тағажудқа тұрыңыз, жақсылық жасаңыз, садақа беріңіз, жақсы адам болыңыз, көбірек старайтесь. Мүмкін сеніміңіз сіздің 100% емес шығар. Себебі Аллах тағала ол қалағанын өшіреді және қалағанын қалдырады. Мысалы, сол түнде өзгеретін, мен бана айттым ғой, чудо болатын түн. Ол жаңа жыл емес, жаңа жыл түн емес. Ол Рамазан айындағы қадір түні, Ләйләтул қадр. Ол айтады Рамазан айының 27-28 күндері деп, бірақ біз оны точно білмейміз. Сол үшін Рамазан айының соңғы 10 түнін құлшылықта өткізу керек. Осы Ләйләтул қадр түнінде хадис бар. Аллах тағала жаңа адамдардың маңдайына жазылып қойған кітаптары бар ғой, олардың тағдырлары. Келесі жылға біздің тағдырларымыз жазылып тұрады. Келесі жылы адам өле ме, не болады? Осының барлығы сол Ләйләтул қадр түнінде болады. Соның барлығы сол кезде құпталады, жазылады. Сонда егер сіз құлшылық жасасаңыз, сіз дополнительно нәрсе істейтін болсаңыз, Аллах тағала сіздің сол келесі жылға тағдырыңызды, сценарийіңізді өзгертеді. Сонда манифестация деген нәрсе бар. Сіз келешегіңізге маңдайына жазылып қойған тағдырға сіз импакт әсер ете аласыз. Сіз ризықтарды да, маңдайыңызға жазып қойған ризықтарды да көбейте аласыз. Яғни Аллах тағала бізге осын бағын көрсетіп тұр. Қадір түнін просто алып қараңызшы. Қадір түнін өзінің мысалы бізге армандағанда өздерін шектемеңдер деп тұр, сендердің контрольдарың бар деп тұр бізге. Сендерге байланысты деп тұр бізге. Біздің сенімімізге, ниетімізге, біздің амалдарымызға байланысты. Сондықтан жауапкершілікті алу керекпіз. Жоқ, олай емес. Қашан орындалады оның барлығы? Мен тағдырым осындай, неге мен осылай жасалай береді? Осы басқалар күшті бай болып жүреді, басқалар күшті қыдырып жүреді, басқалар күшті бақытты, неге мен? Мүмкін сіз еш нәрсе істемей жүрген шығарсыз. Себебі Аллах тағала бізге ашықтан ашық айтқан, көрсеткен мысалдармен, что бізде қабілет бар. Біз өз-өзіміздің өмірімізге өзіміз әсер ете аламыз Аллахтың қалауымен. Ең бірінші ереже, осы видеоны алып кететін болсаңыз, ең бірінші ереже, ешқашан Аллах тағаланы екінші етпе дейді. Яғни, rule number 1, never make Allah number 2. Ешқандай Джо Диспенза, ешқандай гороскоп, ешқандай Новый год, Санта-Клаус, ешқандай бар ғой, тағы неше түрлі нелер бар, сандар какой-то. Ешқандай нәрселер емес. Бірінші, сіз Аллах тағалаға келесіз. Проблемаңыз бар ма? Аллах тағалаға келесіз. Дұға тілейсіз ба, бір нәрсе армандайсыз, Аллах тағаладан сұрайсыз. Аллах тағала сізден number 1 болып тұру керек. Барлық ризықтар, барлық нәрселер ол Аллах тағаладан келеді. Осыны миыңызға кіргізіп алыңыз. Мен видеоларымда айтқан кезде сіздермен теріс түсінуіңіз мүмкін. Жоқ, мен ол жаңағыдай өз-өзіңді дамыту деген сияқты психология, ол нәрселерді мен сіздерге амалдар ретінде, яғни tools, инструмент ретінде сіздерге түсіндіремін. Бірақ мен оларды бірінші орынға қойып жатқан жоқпын. Бірінші орында постоянно бірінші орында Аллах тағала болу керек. И не нәрсе жақсы болса да өміріңізде, не нәрсе, оның барлығы Аллах тағаланың сізге деген мейірімділігінің арқасында. Сіз емессіз ол, или какой-то бір медитация емес ол істеп тұрған. Жоқ, оның барлығын істеп тұрған Аллах тағала. Осыны миыңызға кіргізіп алыңыз. Хорошо? Менің девизім осындай. Басқа еш нәрселерге мен сенім артпаймын. Аллах тағала. Барлық нәрсе Аллах тағаладан келеді. Аллах тағала Құранда өзі айтып кеткен. Табысты болуым тек Аллахқа ғана байланысты. Оған тәуекел еттім, әрі оған бойұсынамын. Окей? Period. Нүкте. Сонымен видеом осымен аяқталды. Сіздерге бұл видеом ұнаған болса, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Өте әсерлі болды мен үшін де, және мен басқа да видеоларым бар, пайдалы болады деп үміттенемін. Жақсы, сізде бәрі жақсы болады. Иншалла, келесі видеода кездескенше. Bye-bye. Assalamu alaikum.